Жалпы әкеміз оқуды өте жақсы көреді. Жазуды, оқуды, балаларың да оқыған, кітап оқығанды. Ол кезде енді Совет одағы кезінде аптасына бір рет қана мультфильм көрсететін. Сол мультфильмді асыға күтетінбіз. Соның өзінде де папам мультфильм қарады. Былай құр уақыт өткізгенді қаламайтын. Кітап оқы деп түрлі кітаптар әкеп беретін. Болмаса өзіміз библиотекадан барып алатынбыз мысалға. Мен негізі орысша мектепте оқыдым ғой, Жданов атындағы мектепте. Тереңөзекте, иә. Сабақтан шыққаннан кейін мен бастауышта папама баратын. Папам алаңның қасында райисполкомның ғимаратында жұмыс істейтін. Жақсы қызметте болатын. Енді кішкентаймыз ғой, қызметтің қаншалықты деңгейде екенін білмейміз ғой. Кіреміз, түске таман, иә, түскі аста бірге шығамыз, бірге ары қарай үйге баратынбыз. Айлық алған күні кітапхана емес, кітап сататын дүкенде әкемнің заказы тұрады. Сол заказын алып кетеді. Бір 10 шақты кітап түйіншіктелген. Атада өзінің жеке кітапханасы болатын. Неше түрлі кітап ол жерде. Тарихи кітаптар да бар, мемуарлар да бар, биографиялар да бар. Соның ішінде көшпенділерді бастап оқығам. Ильяс Есенберлиннің Томирис екеуміз кішкентай кезімізде, ол кейін келе ғана кішкене жібіген сияқты немерелерге. Ал бізге кішкене қаталдау болды. Көп айтатын сөз оқы, кітап оқы, адам болам десең оқы дейтін. Сондықтан бастауыш сыныптарда мен бастауыш біткенше, интернет ол кезде дамымаған заман, бірдеңке түсініксіз болса, мен атаға үй телефонмен звондайтынмын. Любой сұрақ, жер неге домалақ, аспан неге көк, сондай дүние танудан берілген сұрақтарға атадан тірі энциклопедия ғой негізі ата. Біздің әкеміз кезінде жаңағы суретке түсіруді жақсы көретін. Соның курсын оқып шыққан болатын. Ол кісінің сөзінен біз білеміз де, кезінде оқып шыққан. Сол суретке күшті түсіретін енді. Сол кезде атамыз бір рет бізге Тереңөзекке келеді қонаққа. Менің жасым бір 4-тің кезі ма, сіңілімдікі бір-екі жас кезде, арамыз 2 жас айырмашылығы. Сол кезде отырғызып қойып, естелік болсын деп суретке түсірген болатын. Сол сурет әлі бар біздің үйде. Енді әкеміздің ең басты құндылықтардың бірі ол білім алу ғой. Бәрімізге білім беру ол ең бірінші қатарда тұрған міндеті деп өзі сөйтіп айтатын ол кісі. Менің міндетім сендерге білім беру. Білім сендерді әр кезде алып шығады, әр жағдайда дейтін. Сол тарапта ол кісі бүкіл әулетіндегі інілері болсын, қарындастар болсын, сол әр қайсының білім алу жолында үлкен еңбегі сіңген. Бәрінің білім алуына себепкер болды деп те айта аламын. Не только өзінің жаңағы туған іні бауырлары, бүкіл ауылда, бүкіл туған тумаларының қандай бала шағасы бар, сол кісілердің білім алу жолында үлкен еңбегі сіңген әкеміздің. Әкеміздің жалпы энергиясы өте үлкен. Оның маған өте қатты ұнайтын қасиеті бар. Ол біріншісі өте сабырлы. Екіншісі өте әділ кісі. Әр нәрсеге әділ қарайды. Үшіншісі батыл деп айтсам да болады. Өйткені әкемнің өзінің айтып жүрген әңгімелері болсын, әкемнің достары, ағаларымыз айтқан әңгімелері болсын, соларға қарап, әкемнің қандай батыл кісі екеніне мен көзім жетті. Жалпы әкеміз өзінің бір алдына қойған мақсатын, қандай арманы бар, оны бізге айтпайтын. Ісмен көрсететін. Мен өзім ойлаймын, енді балалар, кез келген ата-ана өзінің балаларының болашағының жарқын болғанын қалайды, өсіп өнгенін қалайды. Әкеміздің осы 5 баламыздың дұрыс адам болуы маңыздырақ болған сияқты. Үлкен арманы не екен деп сұрамаппын осы күнге дейін. Осы жақында папамнан сұрағанымызда, мектептен кейін ол кісі Самарқандтағы әскери училищеге түскен екен. Сөйтіп 2-3 ай оқып,
елге қайтып кеткен екен. Кейін бірақ енді арасына уақыт салып бәрібір де қорғаныс саласында қызмет етті. Еңбектің үлкен бір көрінісін көрсетті сол жерде. Қазақстанның тәуелсіз болып қалыптасып жатқан кезінде баспасөз орталығының, баспасөз хатшысының қызметінің бір негізін қалаушысы ретінде білемін мысалы әкемді. Оның үстіне біз үшін үлкен құрмет. Алғашқы қорғаныс министрінің жеке баспасөз хатшысы болды деген, қорғаныс министрлігінің баспасөз орталығын басқарды деген дәрежесі. Сағадат Нұрмағамбетовпен қатар бірнеше шатаспасам 5 қорғаныс министрімен иық тіресіп жұмыс істеген кісі. Сондықтан әкемізбен қазіргі таңда әрине мақтанамыз. Үйдің үлкені болғаннан кейін мен өз арманым болды, өз мақсаты болды. Соған қарамастан ата-аналар балалар үшін не керек екен, болашағы қандай болу керек екен, ол алдын ала болжап, уже баяғыдан есептеп қояды жаңа жоспарлап. Сонда әкем Казгүйге барасың болды деген кезде мен әкемнің сөзін жерге тастамай сол Казгүйге оқуға түскен болады. Әкемнің сөзін жерге тастамай әскерге барасың деді, әскерге де бардым. Аллаға шүкір, мінекей 26 жылдан асып баратыр. Осы уақытқа дейін сол әкемнің берген ақыл кеңесімен жүріп келдік. Бүкіл немересінің арасында именно менімен бірге осындай ыстық бір коннект дейді ғой. Может, сондай бар шығар емес, бар, иә. Өйткені атаның ең жақсы көретін айтатын фразасы атасының әппағы деп айтады ғой. Ата мысалы мені барлық немерені әппағым деп айтады. Әппағым деп маңдайымыздан сүйіп, шөлпетіп сүйіп алады. Ал әже мен әжемнің бриллиантымын. Сөйтіп еркелетеді, бізді әлі күнге дейін ересек болсақ та. Нолевой оқып жүрген кезде ребус шешетін. Сол каждый раз ребус бітірген сайын атам каждый раз барып ребус алып беретін. Анау караваннан. Амина екеумізге всегда нолевойға бірге баратынбыз, Амина екеуміз. Екеумізге всегда жаңағы тәттілерді, согымызды бәрімізін алып беріп, сөйтіп қуантып сөйтіп жүретін. Кішкентай кезімізде сабақтан кейін ауырып қалған кезде атаң көзінше жөтелуге қатты қорқатын мен. Біздің жөтелгеніміз естісе сразу әжеге Катя сразу жаңағы сорпа дайында деп, бұлар ауырған жөтелген естімейін деп сөйтіп әже бізге сорпа дайындап беретін. Сорпа құйып беріп жаңағы бұрышты өкіртіп салатын. Бұрышты өкіртіп салып, пияз беріп, бір қаранан береді. Осын тауыспағанша тұрмайсың деп. Ана мен сорпаны шамайым, ащы сорпаны. Эш деп кәдімде нететін. Соның ертесі кәдімде жақсы оқып қалатынбыз. Бұл бір жағынан атаның маған бізге деген, немересін деген қамқорлығы, біздің ауырғанымызды қаламайды. Әрдайым жаңағы деніміз сау болып, шапқылап жүргеніміз қалайды. Шыны керек, бұрынғы қыз кезінен гөрі қазірек әкеммен байланысы мықтырақ деп ойлаймын. Қазір жаңағы көкейінде жүрген, ішінде жүрген бір уайымын болсын, арман болсын, алға қойған мақсаты болсын, әрқашан ашық айтады. Онымен қоса менімен ғана емес, менің жолдасыммен де сырласып, екеуінің ара қатынасындағы әңгімесі жақсы көріп отырады. Балалар келіп жатса өте қатты қуанып қарсы алады. Ассалаумағалейкум деп Нұрасылымыздың алдынан шыққан кезде енді әрине баламызды атасына екі қолын беріп жүгіріп амандасып сағынып отырады. Ең басы ол кісі постоянно туған күндерді қалдырмайды. Туған күн мерекелерде міндетті түрде таң атпай звондайды, таң атпай құттықтайды, немересіне дейін барлығымызды. Жаңағы жолдасында марапат алып жатса, оны да құттықтайды бөлек әйтеуір. Қазіргі таңда артынан ерген іні қарындастары, келіндері, күйеу балалары, ол кісілер де сондай болуға талпынатын шығар деп ойлаймын. Өзіміз енді бізге әкем мен анам ориентир, маяк. Сондай болуға тырысамыз, қадам басып келе жатырмыз, Құдайға шүкір. Немерелеріне деген махаббат шексіз. Оны сөзбен айтпайды. Әкем ешқашанда мына немерем жақсы көрем, мына немерем жақын тартам деп ешқашанда бөлмейді анам екеуміз. Барлық немерені бірдей көреді. Барлық немереге деген махаббаты, мейірімі шексіз.
Әкеммен менің жолдасым Нұрболмен алғашқы күйеу бала атанған күннен бастап қарым қатынастар жақсы, әңгімелері өте жарасымды. Ер адамдардың өздерінің бір жалпы тақырыптар болады, өздерінің әңгімелесетін. Күйеу балалармен ондай бір қатты субординация прям қатты ұстамайды, өзінің баласындай көреді. Әскери адамның әйелі болу оңай емес. Оны өзім де көрдім, көзім де жетті. Сол үшін анама мың алғыс. Әкеміздің осындай енді бір еркеліктерін көтергеніне деп айтсақ та болады. Бұл енді үлкен сезімнің арқасы ғой. Екеуі де бір-бірін шынайы сүйді, сүйеді және де сүйіп өтеді деген ойдамын. Оған нық сенімдімін. Өйткені осындай үлкен бір сезім болмаса, осындай мықты отбасы құрылмайтын еді. Біздің мықты болып отырғанымыз осы анамыздың дұғасы, анамыз бен әкеміздің бірлесіп қол ұстасып келе жатқаны десек те болады. Қазақта кемел адам деген сөз бар ғой. Кемел деген сөздің мағынасы жан-жақты толысқан, кез келген салада айтары бар, ертеңгі қатарына берері бар, айтары бар, мұрасы бар. Үлкен тұлғаны кемел адам дейді. Мен өз әкемді сол кемел адамның бірі деп санаймын. Сар жайлағым менің, ән жайлағым менің,